Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен каналымда сіздерге өте керемет бір жасағаннан шығатын үлпілдек жұмсақ бауырсақтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп каналға тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен үлкендей отысымызға жылы сүтті, жылы суымызды құйып, және де бір ас қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң дәміне қарай тұзымызды саламыз. Және де майонез салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолданатын ұнымыз жоғарғы сұрыпты болғаны өте тиімді болады. Бауырсақтарымыз керемет көтеріліп пісетін болады. Ұнды әр салған сайын араластырып отырамыз. Осылай жұмсақ қамыр илейміз. Бауырсақтың құрамына қажетті заттардың қанша мөлшерде керек екендігін видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырдым. Өте жұмсақ қамыр илеп алғаннан соң 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, майымыз қамырға сіңгенше жақсылап илеп араластырып аламыз дағыны. Бетін жауып, қамырымыз 2 есе көтерілгенше жылы жерде қалдырамыз. Қамырымыздың көлемі 2 есе ұлғайды. Енді алып 2-ге бөліп жаятын боламыз. Қатты жұқа емес, сәл қалыңдау 5 мм, 7 мм қалыңдықта жайып, бауырсақтың формасында кесеміз. Мен бауырсақтардың формасын домалақ қылып кесуді жөн санадым, және де осындай бокалдың көмегімен кесіп шықтым. Сіздер де осылай кессеңіздер болады, немесе пышақтың көмегімен кесіп дайындап алсаңыздар болады. Қандай форма ұнайды, сол формада кесіп дайындаймыз. Барлық бауырсақтарымызды кесіп, орналастырып, бетін жауып, тағы да көтерілгенше 5-10 минутқа қалдырамыз дағыны. Содан соң қызып тұрған майымызда 2 жақ қызарғанша қуырып аламыз. Осы мен айтқан рецепт бойынша жасасаңыздар, бауырсақтарыңыз осылай топ-томпақ, жұп-жұмсақ болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ұнаса комментарийға жаза отырыңыздар. Бауырсақ пісірудің рецепті өте көп. Келесіде тағы да басқа рецепттермен бөлісетін боламын. Ол үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын, үлпілдек, жұп-жұмсақ және де керемет дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Ас болсын. Сіздермен болған мен Боташка.